Бүгін мен орыс халқының суық көжесі окрошканы дайындап көріңіздер. Күн ыстықта өте таптырмас сусын болып табылады. Барлық ингредиенттерімізді ұсақ 4 бұрышты етіп турап алып, қазанымызға біртіндеп салып отырамыз. Колбасамызды, қиярымызды, редискамызды, жұмыртқа мен картопымызды алдын ала пісіріп дайындап қоямыз. Піскен картопты 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, тураған кезде үгітілмейтін болады. Және де көк пиязды, укропты ұсақтап турап аламыз да, барлығын қазанымызға саламыз. Үстінен газдалған су, тұз және де айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Және де тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің окрошкамыз дайын. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.